Құрметті әріптестер, осы ғимарат, осы қабырға, мемлекеттің талай тағдыр шешті мәселесі осы жерде шешілген, осы бір отырған зданияның ішінде. Нанда, зауытта, ратификация, пенсия, бюджет, ел, жер, тағдыры дейміз, бәрі осы жерде қарастырылған. Тап бірақ бүгінгі жиындағы бүгінгі тақырып соның бәрінен маңызды. Білім оның ішінде орта білімнен маңызды нәрсені көріп тұрған жоқ. Өйткені бәрін іргетасы сол. Үйді алтынмен аттап, күміспен күптесең де, мәрмәрден қаласаң да іргетасы шірік болған үй құлақ болады. Ал енді жасыратын жоқ, орта білімдегі сорақылық, оқулық мәселесі қоғамның титығына әбден жетті. Бала түгіл ата-анасы түсінбейтін, тақырып шешілмейтін есеп қоғам тарапынан қандай сынға ұшыраса да, қандай наразылыққа тап болса да, міз баққан жүйе жоқ. Мазақ па, енжарлық болған түсінбедік. Жаңа Симыров менің әріптесім айтқандай, бізде конституция бойынша жалпы негізі білім алу бесплатно, ақысыз, бірақ біз оны жақсылап оқыту үшін мәжбүр боламыз репетитор жалдауға. Енді мына қожанасы баяғыда баланы сүтке жұмсамай тұрып алдын ала ұрып қой, төгіп алған соңғаның қажет не деген сияқты. Жаңа баставатсыздар, Ақсат Қанатұлы. Сондықтан сіздерге алдын ала айтайын, бұл тікелей сіздің өзіңіз тұлғаңызға қатысы жоқ, бірақ сізге дейінгі тұлғаларға қатысы болғандықтан, соны ары қарай жалғастыру мақсатында бұл менің жеке басым талабы, я болмаса бір депутаттың талабы емес, қоғамның талабы. Жалпы ата-ананың, бүкіл ата-ананың талабы деп білгеніңіз дұрыс. Депутат болсақ та, болмасақ та бұл нәрсе айтылу керек. Айтылды да, мәу деген министрлік болған жоқ. Қазір мына шірік жүйені өзгертпесе, оқулықты шығарудағы жүйені мен шірік деп осынша батыл айтуыма негіз бар. Мына бетонның үстіне тастаған дәнді 1000 жерден суарсаңыз да, суарған сияқты қаржыны ысырап қылсаңыз, нәтиже жоқ, аяғыңызда су болып жатыр. Және біз білесіздер ме, біз ұрпақты азаптап жатырмыз. Біз мучить етіп жатырмыз, ал орысшасын айтайын. Азапқа ұшырап жатыр бала. Bir есепті аттан әкесі шешесі емес, бала емес әке шешесі шығарылмай отырған бұндай білім жүйесі деген, бұл барып тұрған бір қаскөйлік жүйе. Сорақылыққа жауап беретін нақты ешкім болған жоқ. Министрлік бұны баспаға айтады. Баспа госстандарттан көреді. Госстандарт оқулықтың орталығын айтады. Оқулық орталығы авторлы топқа айтады. Анау баспаға айтады, мынау министрлік айтады. Қысқасы қайсының құйрығын ұстарыңызды білмейсіз. Ақыр соңында, извините за выражение, жолдек көрілсе қаңға сөйт көтінен шаншылды деген сияқты шоңқиясыз да қаласыз. Осыны шоңқитпаудың жүйесі мен ұсынамын. Мен емес, мен арқылы жанашыр болған білікті ғалымдар жіберіп отыр. Осыны Асхат Қанатович сізге тағы да жетпеген ғой. Өткен жол передачада ұсынған, алдындағы Ерлан Сағадиевтің де қолына бергем. Одан кейін сіздің де аппараттың қолына бергем. Түсіндіріп жатуға мен жерде уақыт жоқ, керек болса СМИ-де түсіндірерміз. Енді жекпе-жекке қашан шағыра береміз, тығылып нетеміз, ақылдасамыз. Пакет менің қолымда. Сондықтан және бір айта кететін нәрсе, мектепте мұғалімдер дайындайтын оқу орындарының арасында байланыстың жоқтығы, білім жүйесін үштікте болатын, министерство, вуз, мектепте болатын болсақ, мұғалім қайдан шығады? Ол университеттен шығады. Мектептің тірегі мұғалім. Мектептерде білім сапасын арттыру мұғалімнің кәсіби біліктілігімен өлшенеді. Ал мұғалімнің кәсіби біліктілігін арттыратын біріншіден вуз десек, екіншіден қайта білім беру, жетілдіру институттары дейтінбіз. Ал енді сіз білесіз бе, қазіргі кезде мынау вуздың кітапханаларында именно пед кадрлар дайындайтын оқу орындарын айтып отырмын. Қазіргі мектеп оқулықтары жоқ. Мына жаңартылған бір мазмұнда тістемесін жүзеге асыратын кафедра деген вообще жоқ, мүлдем жоқ. Осы үкімет сағасының алдында мен арнайы барып көзім жеткіздім. Мұғалім дайындайтын оқу орындары қазіргі кезде қолданатын мектептегі оқулығы міндетті түрде болуға тиіс қой, немен оқиды оны? Екіншіден кадрларды дайындайтын базалық білімді жетілдіруге барған мамандарға 7-8 сағат бөлінсе, соның 5-6-7 сағат ғана өз пәнін меңгеруге үйренеді. Ары қарай итакта онсыз да бұрын үйреткен университетте институттарда үйреткен коррупцияға қарсы лекция, педагогика, психологиядан лекция, анадан сақтан, мынадан сақтан деп балалардың басын қатырып қойған. Әйтеуір ана бөлінген ақшаны асырап игеру үшін ғана айтылған нәрсе. 2007 жылдан бері миллиард болса, триллионға жуық ақшаға пәндік модификациялық кабинеттер алынды. Ол цифрлық лабораториялардың кешені құным бәленбай миллион, ол лабораторияда істейтін адам жоқ. Ананың бәрі мелшиіп босқадан босқа ақша ұстап тұрғанын көргенде адам іші удай ашиды. Білікті маман жоқ. Енді бұндай істерде бар ғой, енді қисап жоқ, онысын тағы айта жатармыз. Сондықтан өрлеу дейміз, қайтадан кімдер пед кадрлар дайындайтын мәселеге. Ол жерде кадр толығымен бастау керек. Ол өзі былай алып келгенде ауы ғой, оны басқа бір конкурентный средаға бәсекелік ортаға жіберу керек. Ben bilmeyeyim o жерде кім істеп жатқан. Әйтеуір мен көрген жерде кәрі құртан кемпір-сампырдың қаптап жүргенін көріп отырмын. Бұл жерде жастар қайда, болашақ оқығандар неменеге келді о жерде. Сондықтан солардың бәрі қайтадан келу керек. Сосын мен жерде 12
жылдық, 12 жыл деп жатырмыз. Осы советтің кезінде 10 жыл оқыдық, біз ештеңеден кем болған жоқпыз. Осы Ленин 7 жыл гимназия оқып та ешкімнен кем болған жоқ. 4 жыл Ахмет Резада оқыған Абай ешкімнен кем болған жоқ. 11 жасында бірінші рет мектеп қабырғасын көрген Ломоносов ешкімнен кем болған жоқ. 9 жасында мектеп қабырғасын алғаш көрген Ақсұлу Сейдімбектен асқан қазақта ғалым бар ма жоқ па біле бермеймін. Бүгін білім жүйесін қарап отырсақ, бұл құрдымға беттеп бара жатыр, айып етпеңіздер ағайын. Бұл пропасть, құрдымға қарай кетіп бара жатырмыз. Ешқандай қай жағынан келсек те сын көтермейді. Сондықтан бұл түбегейлі қайтадан қарау керек жүйені. Қайтадан оқулық шығару жүйесін қайтадан қарау керек. Мына мұғалімдер дайындау жүйесін түбегейлі қайтадан қарамайтын болса, осы беттен кете беретін болса, мен баяғыда Оралдағы бір кісі хат жазды, шегініп келем, 3-4 жылда бұйырса ауылда болатын шығармын деген сияқты. Мына түрімізде шегіне берсек, ұрпақ мияқы болады. Біз бұл нәрсемен біз ешқашан мемлекет құрай алмаймыз. Сондықтан мектеп жүйесі, орта білім жүйесі түбегейлі өзгеру керек. Бердібек Машбеков, енді сізге сенеміз, бүкіл халық өзіңіздің бетіңізге қарап отыр. Асхат, жас жігітсің, енді азаматсың ғой. Енді бір қаржы қайратпен осы нәрсеге кірісейікші. Мен осы депутаттық мандатымды тастап, осы Асхатжан айналайын бауырым, сенің жасымда аз емес, тәжірибемді аз емес, регалиям атақтарым көп ау деймін. Тап осы мәселе шешілетін болса бар ғой, депутаттық мандатымды беріп қой, сенің қабылдау бөлмеңе бар, көмекші болып, хатшы болып баруға дайынмын. Рахмет.